Hello everybody. Қалайсыздар, ағылшын тілін үйренушілер? Бүгін біз сіздермен ерекше ағылшын тілін үйренеміз, әндер арқылы, өлеңдер арқылы үйренеміз. Мен өзімнің сүйікті әншім, испандық әнші Энрике Иглесиасты алдым. Соның Ring My Bells деген өлеңі. Осы өлеңді давайте сіздермен талқылайық. Біз білеміз, ағылшын тілі жақсы есте сақталынады, когда біз әндерді қайта-қайта тыңдай берсек. Кеттік. Кім осы әнді білет, комментарияға жазып кетіңіздер. Ring My Bells. Ал кеттік. Ring my bells деп басталады бұл өлең. Бір қарасаңыздар, бұл жерде бір қоңырау шалу деген мағына білдіру мүмкін, Мен де кезінде, университет кезінде ойлағам, бұл бір қоңырау шал деп атқан мағына шығар деп, Шын мәнінде бұл Америкада ауызекі сөзде қолданылатын сленг мағынасы маған рахат сыйлашы дейді. Сленг дегеніміз біз кітапта қолданылмайды, ол тек қана ауызекі сөзде ғана қолданады. Яғни адамдар бір-бірімен ауызекі сөзде осы сөзді қолданып сөйлейді. Ары қарай қараймыз. Ring my bell дегеніміз маған рахат сыйлашы дейді. Sometimes дегеніміз кейде, you сен, love жақсы көресің, her оны. Sometimes you love her дейді. Кейде сен оны жақсы көресің. Sometimes кейде you сен don't деп тұр, бұл жерде отрицательный. Кейде жақсы көрмейсің дейді. Sometimes кейде you сен need it дейді. Need дегеніміз қажет ету деген мағынаны білдіреді. Кейде сен оған қажетсің дейді. Then дегеніміз кейін. You сен don't and you let go дейді. Кейде сен оған қажет етпейсің дейді, яғни мына сөйлемді меңзеп отыр ғой. Кейде жоқ, және сен дейді you let go дегеніміз жіберу деген мағынаны білдіреді. Sometimes we rush it. Кейде біз, we дегеніміз біз, rush дегеніміз асығу. Кейде біз асығыстық етеміз дейді. Sometimes кейде we біз fall дегеніміз құлау деген мағынаны білдіреді. Кейде біз құлаймыз. It doesn't matter baby. It doesn't matter дегеніміз бұл сондай выражение маңызды емес деген мағынаны білдіреді. Бұл маңызды емес baby дегеніміз негізі аудармасы бөпе деп аударылады. Кішкентай бөпелерді айтады. Бірақ та ауызекі сөйлеген кезде ағылшындар baby, малышка деп сөйлейді, яғни өзінің сүйіктім, өзінің жақсы көретін адамдарын baby деп атайды. Сүйіктім, малышка деген сөз бұл. It doesn't matter baby, бұл маңызды емес малышка дейді. We can take it real slow дейді. We, біз, can, істей алу деген мағынаны білдіреді, істей алу. Біз бұны асықтырмай жай істесек болады дейді. Slow дегеніміз жай. Because дегеніміз американецтер ауызекі сөйлеген кезде осы because'ды олар cause деп сөйлей салады. Қысқартып тез айту үшін cause деп сөйлейді. Cause the way that we touch дейді. The way дегеніміз негізі жол деген мағынаны білдіреді. Путь. Touch дегеніміз тиісу. Прикосновение дейді, соны айтады. Өйткені біз жаңағы прикосновениеміз дейді, тағанымыз дейді бір-бірімізді, is something that we cannot deny дейді. Is something, ол бірдеңе деп аударылады мына жерде, что біз deny дегеніміз отрицать деген мағынаны білдіреді. Не жоққа шығару. Біз бұны дейді, жоққа шығара алмаймыз дейді. And the way that you move дейді. Және сенің қалай қозғалатының дейді. Мына жерде the way дегеніміз қалай деп аударып тұр ғой бұл өлеңде, окей? Move дегеніміз бізде қозғалу. Move дегеніміз қозғалу. It makes me feel alive дейді. Makes дегеніміз жасау деген мағынаны білдіреді ғой. Бұл feel деген чувство, сезіну, alive деген тірі. Бұл мені өзімді тірі сезінетіндей қылады дейді. Яғни сенің қалай қозғалатының мені жаңағы жандандырады, мені тірілтеді деген мағынаны білдіріп тұр. Come on дегеніміз давай, кәнекей деген мағынаны білдіреді. Ring my bells дейді. You сен, try дегеніміз тырысу.
You try, сен тырысасың. To hide дегеніміз тығылу. Hide it, оны. Сен бұны жасыруға тырысасың дейді. I know you do. I know you do дейді. Мен білемін солай екенің дейді. Бұл мына сөйле, мынаны меңзеп тұр ғой бізде. Сен солай істейтін мен білемін дейді. You, сен, move. Move дегеніміз қозғалу, көшу деген мағынаны береді. You move me closer дейді. Сен маған жақындап жатырсың дейді. Closer, жақындап жатырсың. Me, маған. I feel you breath дейді. I, мен, feel, сезініп жатырмын. Негізі мына you болу керек еді. Қысқартып айта береді you breath деп. Сенің breath дегеніміз демалғаның. Мен сенің демалғаныңды сезіп жатырмын дейді. Окей? Мен сезіп жатырмын сенің демалғаның. It's like the rose disappears дейді. It's like дегеніміз ұқсайды деген сөз. The rose, роза гүлге дейді. Disappears деген жоғалып кету. Бұл как роза гүл жоғалып кеткендей деп жатыр. When you around me дейді. When, когда, сен, around дегеніміз менің жанымда, қасымда деген мағынаны білдіреді. Me, менің. Окей? Егер сен менің қасымда болсаң, это как роза жоғалып кеткендей деп сөйтіп сөйлеп жатыр. Окей? Окей. Бұл жерде сен маған жақындай берсең дейді, мен сенің дыханияңды, демалғанды сезем дейді. Бұл как будто бір роза гүл жоғалып кеткендей дейді. Сен менің қасымда болсаң деп айтып жатыр. Мынау қайталанып жатыр. Cause the way that we touch is something. Cause дегеніміз because. Олар қысқартып cause деп сөйлей береді. The way, жолы, жасалу жолы деген мағынаны білдіреді бұл. Cause the way that we touch is something. Біздің бір-біріміздің ұстағанымыз, мысалы, прикосновениеміз дейді, это ол ерекше бір нәрсе дейді, That we cannot deny дейді. Біз оны жоққа шығара алмаймыз дейді. Deny, жоққа шығару. Cannot, жоққа шығара алмаймыз. And the way that we move дейді. And the way that you move дейді. Және сенің қалай қозғалатының. You make me feel alive. Сен мені тірілтесің дейді. Тірілтетінде сезім бересің дейді. Come on, кәнекей дейді. Ring my bell, сеп кетеді. Say you want дейді. Айт дейді. Саған не керек, не қалайсың дейді. Say you need. Айт дейді. Say деген айт. Саған не қажет дейді. Need деген қажет. I can do by your face now the way it turns me on. Мен сенің бетіне қарап біле аламын дейді. I can do. Мен сенің бетіне қарап біле алам дейді. Біле алам. Ол мені жандандырады дейді. Turns me on, жандандырады. I say you want. I say you need. Мен айттым саған не керектігін, не қалайтының. I say you need. Мен айттым саған не қажет екенің деп айтып. I will do all your things дейді. Бұл жерде будущее времени тұр, I, мен, will do, істеймін. All your things, барлық сенің заттарыңды. Сен не қалайсың бәрін істеймін деп жатыр бұл жерде. I would never do you wrong дейді. I would never do you wrong. Мен саған ешқашанда жаманшылық жасамаймын дейді. Never, ешқашанда. I would деген бұл да будущее времени білдіреді, бірақ будущее в прошедшем времени бұл. Ешқашанда do you run деген дұрыс емес нәрсе істемеймін деген сөз ғой бұл. Окей? Мына өлеңді өздеріңіз айтсаңыздар, жаңағы сөздер тез естеріңізде сақталынады. Қазір мына өздеріңіз YouTube-тан Enrique Iglesias Ring My Bells караоке деп теріп көріңіздер. И осы өлеңді бірге қосылып айтыңыздар. Сонда ағылшын тіліндегі жаңа сөздер тез естеріңізге қалады. Енді менің даусым жоқ, бірақ та ағылшынша айтып көруге тырысайық. Кеттік. Ring my bell, ring my bells, ring my bell, ring my bells деп айтады. Sometimes you love her, sometimes you don't,
Sometimes you need it, then you don't and let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby. We can take it real slow. 'Cause the way that we touch is something that we cannot deny. And the way that we move, it makes me feel alive. Come on, ring my bell, ring my bells. You try to hide it, I know you do. When мына сөзді, по-моему, айтпайды ол жерде, иә? You move me closer, I feel your breath. It's like the rose disappears when you're around me. 'Cause the way that we touch is something that we cannot deny. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіңіздер міндетті түрде. Өйткені просмотр аз болса, желание да кетіп қалады екен осындай видеолар түсіру, ағылшынша үйрету дегендей. Сондықтан да лайк басып, аямаңыздар, комментарияға жазыңыздар, подписаться етіңіздер. Goodbye.